Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тіл пәні бойынша еліктеу сөздер тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 130-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Еліктеу сөздері қолданып, белгілі бір стильде мәтін, мақала, мінездеме жазу. Дескрипторы. Тірек сөздерді қатыстырып, мақала жазамыз. Еліктеу сөздердің түрлерін айырып, сөйлемде қолданамыз. Еске түсірейік, еліктеу сөздерінің екі түрі бар. Бірі еліктеуіш сөздер, екіншісі бейнелеуіш сөздер. Еліктеуіш сөздер дегеніміз табиғат құбылыстары мен айналадағы заттардың қозғалысы, адам мен түрлі аң-құс дыбыстарына еліктеуден туындаған сөздерді айтамыз. Мысалы, сатыр-сұтыр, тарс-тұрс, гүрс, зірк, сыбдыр-сыбдыр, сылдыр, сыңғыр-сыңғыр, тағы да басқа сөздер жатады. Бейнелеуіш сөздерде табиғаттағы заттардың қозғалысын, адам мен түрлі аң-құс қозғалысын көру арқылы сипаттайтын сөздер. Мысалы, жалп-жалп, елпең-елпең, арбаң-арбаң, бақшаң-бақшаң, жалп-жалп, тағы да басқа да сөздер. Ендеше оқулығымыздың 125-ші бетіндегі 52-ші жаттығуға назар аударыңдар. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Сымға асылып, жүр асығып. Дыз-дыз етіп жүрегі, сымнан ұстап жүреді. Өзіне адам мінеді, ол не, ал кім біледі? Жұмбақтың жауабы троллейбус екен. Ендеше, көліктің қандай түрлерін білесіңдер? Қалай ойлайсың? Ауа тазалығын сақтау үшін болашақта қандай көлік пайдаланады? Өзің қандай көлік ойлап табар едің? Ендеше, қандай көліктер түрлерін білу үшін мына бейнежазбаны қараймыз. Бұл адамдар мен жүкті бір жерден екінші жерге тасымалдайды. Ертеде адамдар алыс жерге жүк тасу үшін арқаларына салып жаяу барған. Одан кейін жүк тасуға үй жануарларын пайдаланған. Олардың ішінен жылқыны, түйені мысалға алуға болады. Шығыс халықтары есекті, бұғыны, бұқаны көлік ретінде пайдаланған. Күйме арба, ат арбаны, шөп, жауыр жүкті салып тасыған екен. Қазіргі уақытта көліктердің бірнеше түрі бар. Жерде жүретін көліктерге велосипед, жеңіл көлік, пойыз, автобус, жүк көлігі және троллейбус жатады. Ал әуеде ұшатын көлік түрлеріне ұшақ, тік ұшақ, зымыран жатады екен. Суда жүзетін көлік түрлеріне қайық және кеме жатады. Мінекей балалар, біз көліктің түрлерімен таныстық. Ендеше, оқулығымыздың 125-ші бетіндегі 53-ші жаттығуға назар аударыңдар. Тірек сөздерді пайдаланып, болашақтағы көліктер тақырыбына мақала жазыңдар. Тірек сөздер: болашақ, көлік, ұшатын көліктер, жаңалық, әуежай, кемежай, ұнатамын, саяхат, су көліктері.
Үй тапсырмасы. 54-ші жаттығу. Мәтінді оқып, еліктеуіш сөздерді тап. Қарамен жазылған сөздерді салыстыр. Қайсысы еліктеуіш сөз, қайсысы етістік екенін ажырат. Гүрілдеп сөзінің құрамына қарай талдап, түбір сөздің қай сөз табынды екенін айт. Ендеше осы тапсырмалар бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.